Қайырлы күн көрермендерім, бүгін балықтан консерва жасаймын. Менде 2 карп балығы. Оларды тазалап алдым. Енді осылай майдалап турап алдым. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Турап болғаннан кейін банканы жуып тазалап стерилдеп қойдым. Сөйтіп осылай 400 грамдық 2 банкіге салдым. 3-ге салам деп ем, оған аздық қылды. Содан соң осы 2 банкіге жайғастырдым. Консерваның дәмі өте керемет, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойламын. Үй жағдайында өте керемет болады. Мінекей, енді әрқайсысына 2 лавровый листтен салып шықтым, және толтырмай 1 шай қасық тұздан салып шықтым. Содан соң барып сұйық майдан 3 ас қасықтан әр банкіге құйып шықтым. Сіздер бұл жерге жуа, томат қоссаңыздар да болады. Мінекей осылай астын жауып, ыдысқа түбіне шүберек салып, банкілерді орналастырып, содан соң барып мұздай суды толтырып құйдым. Осылай суы азайған кезде қайнаған су құйып отырып 7-8 сағат қайнатамыз. Мінекей, менде консервім дайын болды. Енді ашып көреміз, жеп. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл жерде тағы өте көп витамин, минералдар бар. Әсіресе балаларға сүйегі шайналып кетеді. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Маған шабыт сыйлайсыздар, мені қуантып қоясыздар, солай менің дамуыма үлес қосасыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.